Тағдырдың жазғанынан ешқайда қашып құтыла алмайды екенсің. Менің де өмірімде үш ұйықтасам да түсіме кірмеген оқиғалар орын алды. Мына жарық дүниеде жігіт құрып қалғандай, сіңілімнің жігітіне ғашық болдым. Осыдан 2 жыл бұрын күйеуім жол апатынан қайтыс болып, 2 баламды жетектеп төркініме көшіп келдім. Күйеуіміз екеуміз бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Сыртымыздан қараған адамдар бізге қызыға да қызғана қарайтын. Екеуміз ауылдың махаббат дастанына айналдық. Бірақ менің бақытты күндерім ұзаққа созылмады. Тағдырымның жазғаны осы болар. Амал нешік. Төркініме келдім. Себебі үйде анаммен бірге үлкен ағам өзінің отбасымен бірге тұратын. Олардың өздерінің 5 баласы бар. Оған мен 2 баламмен қосылдым. Бәрі де бір үйдің еркесі мен серкесі. Үйде күнде айқай-шу басталды. Балалар ойнап жүріп бір-бірімен төбелесіп қала беретін болды. Ал жеңгем болса олардың ортасына түсіп, екеуміз ренжісіп қала беретін болдық. Анам менің сөзімді сөйлеп, жеңгеммен ренжісіп қала беретін болды. Сөйтіп жүргенде Астанада жұмыс жасайтын сіңілім үйге еңбек демалысына шығып келді. Біздің жағдайымыздың шет жағасын ол да байқап қалды. Содан сіңілім маған, мұнда не бітіресің? Одан да Астанаға жүр. Сол жақта жұмыс жаса. Ешкімге масыл болмай өз күніңді өзің көр деді. Мен саған көмектесемін. Балаларыңды да сол жаққа мектепке орналастырамыз деп айтты. Анам, сіңілім, мен үшеуміз ақылдаса отырып, мен сіңіліммен бірге әсем қала Астанаға кететін болып шештім. Балаларымның мектепке баратын құжаттарын дайындап, мен де сіңіліммен бірге жолға шықтым. Астанаға барысымен сіңілім таныстарымен сөйлесіп, мені бір фирмаға есепші етіп, жұмысқа орналастырды. Мен балаларыммен бірге сіңілімнің үйінде тұрып жаттым. Үйдің маңындағы мектептің біріне балаларымды орналастырдым. Ауылдағы күнделікті кикілжіңнен құтылып, мамыржай өмір сүре бастадық. Күндеріміз қызыққа толы өтіп жатты. Біз 4-еуміз бақытты едік. Сіңілім сөз арасында жігітінің 1 жылға шетелге кеткенін айтып жүрді. Алғашқыда мен оған көп мән бермейтінмін. Оның сөзінен, жүзінен бал-бұлжанған бақытты көріп, қызыға қарайтынмын. Алладан сіңілімнің бақытын баянды болуын тіледім. Уақыт деген зымырап өте шығады екен. Көзді ашып жұмғанша 1 жылда өте шықты. Бір күні жұмыстан үйге келсем, үйде бір ер адамның аяқ киімі тұр. Алғашында туысымыз келген болар деп ойлап қалдым. Есіктен кіріп келсем, төрде ұзын бойлы, алып денелі, қыр мұрынды қара торы келген жігіт отыр. Ол жігіттің сұлулығына ұзақ қарап тұрсам керек. Бір қарағанда менің бұрынғы күйеуіме ұқсап кетеді екен. Тура бір көз алдыма жолдасым қайта тіріліп келгендей денем дірілдеп, қалшиып тұрдым да қалдым. Сіңілім қасыма келіп, «Әпкетай, танысып қой, бұл сенің болашақ күйеу балаң» деді. Ол сөзді естігенде төбемнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Себебі мен оның сіңілімнің жігіті болғанын қаламадым. Отырып бәріміз шай ішіп сөйлестік. Ол сіңіліме үлкен сүйіспеншілікпен қарайды екен. Екеуі болашаққа үлкен жоспарда құрып қойған екен. Сіңілім маған өзінің қуанышын айтып мәз-мейрам. Сіңілімнің жігіті алыс сапардан бәрімізге де сыйлық ала келіпті. Ал балаларым болса, оған қуанып жүр. Олардың күлкісін көріп, мен де қуанып қалдым. Сол күннен бастап менің ойымнан сіңілімнің жігіті кетпей қойды. Жұмыста отырсам да соны ойлаймын. Үйге қарай асығамын. Үйге ол келіп, тап бір мені күтіп отырғандай болады. Ол бізді киноға апарды. Әсем қала Астананы да аралатты. Күнде кешкісін сіңілімді жұмыстан және менің балаларымды мектептен алып қайтады. Олар мені де келіп алып кететін болды. Мен соған кәдімгідей үйреніп қалдым.
Сөйтіп жүргенде балаларым жазғы демалысқа шықты. Оларды ауылға апарып тастау керек болды. Мен ауылға бармаудың амалын жасауға кірістім. Жұмыстан келіп сіңіліме, мені жұмыстан жібермей жатыр. Бізде тексеру болады. Сен кішігірім бастықсың ғой, балаларды алып өзің апарып тастарсың деп айттым. Ал сіңілім болса бірден келісті. Жігіті оларды ауылға шығарып салды. Сіңілімнің еш арам ойы жоқ. Жігітіне, мен жоқта менің апайыма барып жағдайын сұрап тұр. Жалғыз өзі іші пысып кетпесін. Сен бүгін апатайым бір тойға барады. Кешкісін алып қайтарсың деп жігітіне мені аманат етіп тастап кетті. Сіңілімнің жігіті күн сайын маған хабарласып жағдайымды біліп тұрды. Қолы босағанда мені жұмыстан алып үйге апарып тастайтын болды. Мен болсам, оның бұл әрекетіне қатты қуанып жүрдім. Өзімді оның қасында бақытты сезіндім. Ол сіңілімнің емес, тура бір менің жігітімдей қарайтын едім. Жұмыстағы бір құрбымның тойына бардым. Қыздармен отырып, шарапты біраз сілтеп жіберіппін. Өзімнің мас болып қалғанымды сыртқа шыққанда ғана білдім. Сіңілімнің жігіті сөзінде тұрып, мені үйге жеткізіп тастауға келіпті. Көліктің есігін ашып, мені тосып тұрды. Қасымдағы қыздар оны көріп, маған қызыға қарады. Бетімнен сүйіп қоштасқан қыздар, жігітің ба деп сұрап үлгерді. Бірақ мен оларға сіңілімнің жігіті деп айта алмадым. Иә деп басымды изедім. Жігіт жол бойы сіңілім туралы айтып келді. Оның бір сөзін естісем, екінші сөзіне мән берер емеспін. Басым айналып, жүрегім айнып зорға отырмын. Үйге келіп, көліктен түсейін десем, аяғымды баса алар емеспін. Өзімнің жүруге шамам келмей тұрғанын байқаған ол, дереу менің қолтығымнан сүйреп үйге кіргізді. Диванда отырдым да, өкпем қысылып барады. Менің қасымда болшы деп өтіндім. Тойға киген көйлегімді шешуге көмектесуін өтіндім. Ол ойында арамдығы жоқ. Мені қысылып тұрған болар деген оймен көмектесті. Мастықпен сіңілімнің жігітін құшақтап сүйе бастадым. Ол менен мұндай әрекетті күтпесе керек, шошып кетті. Ол қанша менен сытылып шықпақ болды. Бірақ мен оның әлсіздігін пайдаландым. Еркек адам әйел заты өзі мойнына асылған кезде шыдай алмасы белгілі емес пе? Оны да алдамшы сезім жеңді. Ол өзінің жасаған әрекетіне қатты қысылып орнынан тұрды да, қазір саған су алып келемін деп шығып кетті. Содан үйге қайтып келмеді. Біраз күн хабарласпай да кетті. Ал мен мастықпен жасаған әрекетіме қатты қысылдым. Бірақ мен оны әлі де жанымнан артық сүйемін. Сіңілім келетін күні ол маған қоңырау шалып, менің жаныма ештеңке айтпай-ақ қоялық. Бәрі де біздің арамызда қалсын. Мен сізді түсінемін деп айтты. Сіңілім ауылдан келді. Қазір олар тойдың қамына кірісіп кетті. Сіңілімнің ойында еш нәрсе жоқ. Маған сырын айтып, қуанып мәз болып жүр. Ал менің болса жүрегім қанжылайды. Жаңа жылдан кейін олар үйленіп бөлек кетеді. Біз енді туыс боламыз. Мен оны сіңілімнен қатты қызғанамын. Өзімді әрең дегенде ұстаймын. Ол сіңілімнің қасына жақындап, күліп әңгіме айтқанын көргенде, өзімді қоярға жер таппай кетемін. Олар үйленіп, үйлі болғанда қайтемін. Өзегімді өртеген махаббат отын естеймін. Сол түннен кейін оған деген махаббатым күшейе түсті. Оған шын ғашық екенімді сездім. Әлде сіңіліме барлық шындықты айтсам ба екен? Шындықты айтып жеңілдеп қалар ма екем? Шындықты сіңіліме айтсам, ол мені түсінер ме екен? Сіңіліме айтқанмен де, ол маған қайтып келмейтіні белгілі. Сіңілімнің жігіті менің оған деген сезімімді біледі. Білсе де білмеген сияқты жүреді. Ал сіңілім болса, бұның бәрінен бейхабар. Құрметті тыңдармандар, мен енді не істеймін? Өзімнің махаббатым үшін бәріне де баруым керек пе? Әлде сіңілімнің бақыты үшін
Оны жүрегімнің түбіне сақтап жүре берейін бе? Қазіргі таңда осы бір оймен арпалысып балаларыма да қарауға шамам келмей кетті. Мен де әйелмін, менің де бақытты болғым келеді. Ақыл қосыңыздаршы.